Тағы бір таң атты. Бүгінде қордаланып қалған біраз шаруаларды атқару керек. Отағасы асығыс. Асығатын жөні бар. Себебі Серікті жылдар бойы тамшыдан құралып, теңізге айналған өзінің бизнесі күтіп тұр. Серік Толықбаев Өскемен құс фабрикасы акционерлік қоғамының бас директоры. 1993 жылдан бері бизнеске бет бұрып, осы саладан өз орнын тапқан тұлға. Айтас компаниялар тобының негізін қалаған бас акционер. Серік басшылық еткен 6 жылдың ішінде тоқырау жылдары тоқтап қалған Өскемен құс фабрикасы уақыт талабына сай қайта құрылып, нарықты бағындыра бастады. Кәсіпорында 900 адам еңбек етеді. Фабрика құс етінен 25 түрлі өнім шығарады. Соның ішінде нарықта теңдесі жоқ суытылған құс еті сынды өнімнің 17 түрі бар. Жылдық қаржы айналымы 50 миллион ақш доллар болатын компания жылына 17 мың тонна құс етін шығарып, еліміздің бірқатар өңірін қамтамасыз етіп отыр. 5-тен бастап, енді 7 жылдың ішінде 2 есе көтердік өндірісті. Ең алдыменен біз енді жаңағы шетелдік компаниядан сатып алдық қой. Ең алдыменен оларға мен рахмет айтқым келеді. Талай нәрсені әсіресе мына не жағынан, финансы жағынан дұрыс құрылған болатын. Енді олар сол жағын дұрыс деді. Ал инфраструктура жағына келсе, о жағына енді өте нашар алдым. Бәрі ескірген, бәрі тозған. Енді өндірісі бар, бірақ сату үшін әдемілік орап берді. Сырты әдемі. Сырты бүтін іші түтіндейтін сондай мөлшері. Инфрақұрылымнан бастап құрал жабдығына дейін жаңартылған кәсіпорында қазір қиын кезеңдердің ізде қалмаған. Тауық, балапандарды жемдеу, суару оның микроклиматын бір қалыпта ұстап тұратын керек жарақ түгелімен Германия, Голландия елдерінен әкелінген озық технологиямен ауыстырылған. Осындай күйге жеткізу үшін талай маңдай тер төгіліп, үлкен қаражат жұмсалды. Содан бері енді бір 40 миллионға долларға таяу қаржы шығардық өзіміздің табыстан, және Казагрофинанстың несие берген ақшасына осы жобаларды қаржыландырдық. Кәсіпорынның қуаты дәл қазіргі уақытта елдегі 4 аймақтың сұранысын қамтамасыз етуге жетеді. Фабрика бройлер балапанын инкубатордағы жұмыртқадан бастап, сою мерзіміне дейін 40 күн жемдеп өсіреді. Өнімнің 50%-дан астамы суытылған күйінде, қалғаны тоңазытылған түрде шығарылады. Осылайша фабриканың жұмысы күннен күнге жалғасуда. Переработка мяса – это и есть, по сути, там нету глубины, да, такой эстетической, там, человеческой и так далее, да? Серік Толықбаевтың кабинеті өзгеше, қабырғасы жоқ, есігі сән үшін болмаса оған кіріп шығып жатқан адам жоқ. Міне бас директордың осы бөлмесінде әріптестер өзін еркін сезінеді. Бүгінде жұмыстағы кезекті бір мәселе осылайша бейресми жағдайда көтеріңкі көңіл күймен талқыланып жатыр. Мұндай ерекше дизайнның астарында үлкен мағына бар. Бизнесің жемісті болу үшін қарамағыңдағылардың жағдайын жаса. Бас директордың ұстанымы осындай. Ең алдымен адамдар, ең алдымен жұмыскерлер, жұмысшылар. Солардың біз өзіміздің специалистермен, өзіміздің жұмыскерлермен істессек, сонда алға басамыз. Сонда біз ешкімнен қорғанбаймыз, бәсекеден қайтпаймыз, қорғанбаймыз. Мен ойлаймын, сол адамдарға көбірек қаржы жұмсаған дұрыс деп. Ол солардың біліміне, солардың көзқарасының кеңеюіне көбірек ақша салса, сол жерде мүмкіндіктер сол жерде жатыр деп. Жалақысына деген секілді. Команданың бірлігі көп жасамаса да, көпті көрген басшыға байланысты. Ал Серік бизнестегі бұралаң жолдың талайын көрген кәсіпкер. Бірақ Алматыдағы ауыл шаруашылық институтын бітірген Серік кәсіпкер болам деп мүлде ойламапты. Әкесі ауырып, ауылға қайтпағанда кім білсін, осы күні ғалым болып кетер ме еді? Бизнестің көлемі енді аудан бойынша енді қалай тұрмыстан енді оған қызықты жасайтындай қылып келмейді оған. Содан кейін Өскеменге келіп, жаңағы
сауда саттықпен осы жерде айланыса бастадым. Жаңағы өз қалтамда 3000-дай бар болатын. Әке шешемді әкелуге мүмкіндігі болды. Жаңағы 2,5 мыңға осы жерден пәтер сатып алдым да әке шешемді көшіріп алып келдім өзімен бірге. Содан кейін енді бір $500-дай, $1000-дай бар болатын. Үйдегі мал саттық айтып кеттік. Соны сауда саттыққа салдым. Ең сол мен жерде бастап істегенім темекіні әкелдім. Неден? Алматыдан Өскеменге. Ең бірінші әкелгенде сол бір 10 шақты коробка әкелдім автобуспен. Содан кейін мен істеп жүрген бір компания ішінде істеп жүрген балалар, менімен бірге оқыған балалар болады, жолдастарым. Солар сеніп, өздерінің бастықтарын айтып, бұл жігітке сенуге болады деп. Содан ақырын үлкен көлемде әкелдім, қалпына келді бизнес. Бір жылдан кейін едәуір бір 20-25 адамда істеді сол кезде. Бизнесі $1000 басталған кәсіпкердің қазіргі капиталы миллиондаған доллармен есептеледі. Қара басының қамын ғана ойлаған адам болса, осы дәулет өзіне жетер еді. Алайда Серіктің өмірлік ұстанымы басқа. Кәсіпорынның шапағаты өзгеге де тисе дейді. Фабриканы одан әрі дамытып, жұмыс орындарын көбейтсем деген арманы болатын. Мұндай кәсіпкерлерді мемлекетте қуана қолдайды. 2011 жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Өскемен құс фабрикасына 54.169.000 теңге несие беріліп, субсидияланды. Шұжық өндірісінің құрылысына арналған 420 миллион теңге несиенің тең жартысына кепілдеме берілді. Тамақ өндірісіне келетін болсақ, бұл мынау еліміздегі басымдылық экономикалық салалардың бірі. Оның ішінде ол үлкен қайта өңдеу саласы деген топқа кіретін үлкен салада ескеріледі. Сол қайта өңдеу саласының ең басым бөлігі, қазір мына субсидияланатын бөлігінің 31% жалпы осы қайта өңдеу саласының, осы тамақ өндірісі екен. Яғни жетекшілік рөлі бар десек болады қайта өңдеу саласында тамақ өндірісінің. Ол жақсы. Неге десеңіз, қазір білесіз, дүние жүзінде мынау тамақ өнеркәсібінің қауіпсіздік мәселесі туындап келеді. Яғни халық саны көбейіп, оның қоректену мәселесі жылдан жылға дүние жүзінде ол белгілі бір проблемаға айналып келеді. Осы маңызда, осы таңда, яғни әрине мынау біздің Қазақстанда осы тамақ өңдеу саласының осылай дамып келе жатқаны қуантарлық жағдай. Былтырдан бері бизнес 2020 деген бар жоба. Соның ішінде мүмкіндіктер бар болатығын үкіметпен бірге инфраструктураны жөндеу. Соны біз қолдандық. Үкімет арқылы қазір фабриканың өзі жылу өндіреді, су өндіреді және канализацияны аламыз. Қасымыздағы молодежный деген ауылдан. Үкіметпен бірге біздің облыстық әкімшілікпен, біздің министрлікпен бірге бизнес 2020 мен 1 миллиард 700 миллионға қаржыландырып, үкімет бізге жасап беріп жатыр. Шалғайдағы елді мекендерді көркейту кез келген ауылдың қара домалағының ішіндегі бір арманы. Ал Серік қиялдағы осы бір мәселені пайдаланы іспен ұштастырмақ. Мәселен, құс фабрикасына жем-шөп дайындайтын ауыл халқын қалай ынталандыру керек? Мүмкіндік болса, Шыманайқыда Верхуба мен Исекесовкада коттедждер салайық деп отырмыз. Өзіміздің жұмысшыларға, ішіне мысалы камин бар, ішінде мысалы жақсы машиналар беріп, содан кейін өзіміздің жұмысшыларға әдейі домалақ бұрыстан, содан кейін сол ауылдарға мысалы амбулаториядар сасақ. Сол амбулаторияның дәрігеріне тура сондай үй сап берсек. Содан кейін енді жерде кім қалада қалғысы келеді, мысалы қасында ғой алыс емес, амбулаториясы бар болса, мысалы мектебі бар болса, балабақшасы бар болса, мен ойлаймын сол ең мүмкіндіктер сөз жерде жатыр. Ауыл шаруашылығын көтеруге болады, бірақ адам керек. Адам тоқтату үшін, адамды апару үшін ең алдымен әлеуметтік жағдайын жөндеп беру керек.
Компания өзін өзі жем-шөппен қамту мәселесінде жолға қойған. Кәсіпорын бірнеше ондаған гектар жер алып, тауық жемінің шикізаты болатын ауыл шаруашылығы дақылдарының біраз түрін биыл егіп көрді. Компания директоры бұл жуық арада пайда табатын бизнес емес, бұл құс фабрикасы үшін жем-шөп қорын жасау қажеттілігі дейді. Осы бағытқа 7 миллион доллар жұмсалмақ. Компанияның меншігіндегі элеватормен жылына 100 мың тонна жем өндірілсе, онда өзгенің қолына қарайтын мұқтаждық жойылады. Егін ойдағыдай шықса, 60 мың тоннасын өздеріне пайдаланып, қалғанын шағын құс фермаларына да сатуға болады екен. Цифрлар, ақпараттар, жобалар, жиындар әбден болдыртқанда бой жазып қан таратып алу өте қажет. Бұл да бизнестегі бір тәсіл. Мен ойлаймын, әр адамның өмірінде әр нәрсенің өзінің орны бар. Жұмыстың орны бар, жанұяның орны бар. Содан кейін жолдастардың бір бөлек өзінің орны бар. Енді соның ішінде ерекше бір үлкен орын әрине жанұя. Ал одан кейін негізі маған келгенде, мысалы, менде уақытына қарағанда 60%-ін жұмыста шығармын, 70%-ін. Сондықтан қалған 30-40%-ды өте бір ерекшедей бағалайсың. Өйткені 60-70%-ін кетіп қалса, қалған 30-40-ы ерекше бір дәмді көрінеді, ерекше тәтті көрінеді. Сен қатыртылып қаласың ғой. Тәтті болатындай жөні бар. 40-тан асқанда қуанышқа бөлеген батыр бар үйде. Бұл шаңырақтың бас директоры сол. Ол көрген жоқ. Игіліктің ертегеші жоқ. Отау құрғанына көп болмаған кейіпкеріміздің сүйікті жары 4 жастағы ерке қызы бар. Адами құндылықты бірінші кезекке қоятын әке, бала тәрбиесінде де сол ұстанымынан ауытқымайды. Мысалы, ертең бизнесте бола ма, жоқ, өкіметте жұмыс істей ме, жоқ, қарапайым жұмысшы бола ма, етік тіге ме, маған үлкен бір аса бір уайым келмейді, мысалы, сол жағынан. Ең үлкен уайым үлкен адам болсын деп. Ана сырттай емес, іштей. Сырттай ол келет кетеді. Дүние ғой, сыртта көрінетін, елге көрінетін, ол бай кедей деген, оның бәрі сырттай көрінетін нәрсе. Ал ең үлкен мәселе, мен ойымша, іштей толық, іштей үлкен адам болса екен деген ойым бар. Соны мүмкіндігінше енді күтем. Кәсіпкердің бір күнгі өмірінің көрінісі міне осындай. Ал ертең Алла бұйыртса тағы да таң атады.